тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік тағылымы атты ғылыми тәжірибелік конференциямызға қош келдіңіздер. Тарихшылардың соңғы жылдары еліміз тәуелсіздік алғанынан кейін ғана Қазақстанның 20-30 жылдары басынан өткізген қоғамдық саяси өмірінде орын алған ауыр жағдайлардың барлығы қазіргі таңда зерттелуге жол ашылып жатыр. Осы орайда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының аясында осы республикамыздағы Алаш партиясының әрекетін, бағдарламасын зерттеу, туған өлкенің тарихын насихаттау арқылы жастарды ұлтжандылыққа, патриоттылыққа тәрбиелеу мақсатында көптеген іс-шаралар жүзеге асырылуда. Саналы ғұмырын ұлтына арнаған, қарақан басын қамнан гөрі ұлтының тағдырын биік қойған, халықтың келешегін ойлаған, әрі сол жолда басын бәйгеге тіккен аяулы тұлға Әлихан Бөкейхановтың өмірбаяны мен қайраткерлік тұлғасын жас ұрпаққа жақын таныстыру бұл біздің басты парызымыз. Қазақ әдебиетінің тарихында, жалпы қазақ тарихында Әлиханның алатын орны әрқашанда ерекше. Қазақ ұлтының нағыз жанашыры, Алаштың шоқтығы биік тұрар арысы, Алаш идеясын алға тартқан Әлихан қазақ ұлтшылдығы мен өз ұлтын, тілін, мәдениетін, салт дәстүрін, ата-баба жерін, отанды сүю, қорғау және қамқор болуды насихаттады. Ол соңғы демі біткенше қазақ халқының ата-баба жеріне деген ұлттық мемлекетін құрып, өзін-өзі басқаруға деген қасиетті құқығын табанды түрде қорғап, сол үшін күресіп өткен болатын. Бүгінгі осы болғалы отырған біздің ғылыми тәжірибелік конференциямызда осы Алаш ұлтының зиялысы Әлихан Бөкейхановтың жалпы қызметі мен өмірбаяны және де сол кісінің осы тағдыр жолындағы саяси қызметіне атқарған жұмыстары талқыланады. Келесі кезекте өзімнің әріптесім Айбек Осалиақбаевнаға сөз кезегін беріп өтсем. Участники нашей сегодняшней конференции, посвященной Алихану Бөкейханову. Я хочу коротко рассказать, кто такой Алихан Бөкейханов. Алихан Мухаммедович Бөкейханов – видный общественный государственный деятель за свободу и политическую самостоятельность казахского народа. Алихан Бөкейханов считается первым премьер-министром Казахстана. После обретения независимости Республики Казахстан в декабре 1991 года появилось много работ, посвященных жизни и деятельности членов партии Алаш. Есть деятели, имена которых не тускнеют с годами. Такой яркой личностью был Алихан Бөкейханов. И несмотря на многие запреты, шельмования, как буржуазного многонационалиста, классового врага, их идеи помогли изменить мир к лучшему. Более 100 лет со времени образования партии Алаш, что мы, современные жители Казахстана, знаем об одном из лидеров Алихана Бөкейханова. Об этом мы на нашу сегодняшнюю конференцию. Еще раз хочу сказать вам добро пожаловать на сегодняшнюю нашу конференцию. Менің тақырыбым тәуелсіздік жаршысы Әлихан Бөкейханов. Үздіккен арманның үзілмес үміттің мекені болған тәуелсіз еліміздің ең басты құндылығы тәуелсіз Қазақстан. Алтын аспаннан байлықтан шалған арманына қол жеткізген еліміз. Қазақстанды дүние дидарындағы ең мықты мемлекеттер танитындай, сыйлайтындай деңгейге жеткізген тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтай көреген саясаткердің ерен еңбегін дәл бүгін және әрқашан айтып өтеміз. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтар үшін орны ерекше мереке деп білеміз. Осындай бір ардақты алты алаш арысы Әлихан Бөкейхановтың саясатына тоқталмай кетсек қателік болады. Алайда бүгінгі Қазақстан Ресейдің 300 жылдық отарын санаға сіңген құлдық психологиясын әлі де ажырай алмай келгендіктен, Алаш зиялылары сол уақытта барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, тәуелсіздікке бір табан жақындатқаны бай тарихымыз көптеген деректеріне табылады. Мақсаты Алаш арысы Әлихан Бөкейханов туралы ақынның шығармашылығы өміріне тоқталып, Әлихан Бөкейхановтың құпия қылып қалған мұраларын зерттеу. Деректерге сүйене отырып, еліміздің ең басты құндылығы тәуелсіздікке жетудегі еңбектеріне шығармашылық құпияларын мағынасын ашуда. Әлихан Бөкейхановтың ғылыми жұмыстары келешек ұрпаққа үлгі. Бір туа ғұлама атамыздың өмір жолы мен еңбектері өскелең ұрпақтың ұлт жанды көреген болып өсуіне септігін тигізсе,
нұр үстіне нұр болар еді. Жұмыстың міндеттері. Халқымыздың алты алаш. Әрине 20-30 жылда Бөкейхановқа творчестволық еңбекпен айналыс үшін қолайлы кезең болды деп айту қиын. Дегенмен бұл жылдарда ол өмірдің мазмұнына айналған үйреншілерден шыға бастаған қазақтың негізін қалап, бағыт-бағдарын анықтаушылардан бірін болып қана қойған жоқ. Сондай-ақ газеттің ыстығына күйіп, суығына тоңған ең белсенді және өндірімді авторлардың қатарында болды. Алдымен белгілі үштік, яғни Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатовтың табан ет алаш зиялылары біз үшін ұлы есімдер, тұлғалар, ұлт мәселелерін биіктете беретін мәңгілік құндылықтарымыз. Әлихан алаштың шын көсемі болды және болашақ ұлт көсемдеріміздің тұлғалық үлгісі, һәм кісілік бейнесін өлшеме келді. Я писал Даниэль, группа АТМ-21. Тема идей движения Алаш и современности. В истории нашей страны есть немало героических страниц и великих имен, связанных с борьбой за освобождение и независимость Казахстана. Национально-освободительными движениями наполнена история 18-19 веков, объединенных такой причиной, как обострение земельного вопроса, которые зачастую носили стихийный характер, так как не имели четкой программы действий и лидеры должной подготовки. В 20 веке возникает национально-освободительное движение Алаш, которое ворвалось в политическое пространство Российской империи. Было два пути. Первый – это занять выгодную и прибыльную должность при колониальной администрации и тем самым приспособиться к местным 44 условиям, зарабатывать себе состояние. Второй – это посвятить себя интересам народа, вывести его из патриархальщины и косности, пробудить в нем стремление к новой и лучшей жизни. Многие из казахских молодых интеллигентов выбрали второй путь. Те, которые посвятили себя служению народу и составили основу культурного прогрессе нации, меритократии, в государственном языке, привлечении не только элиты, но и широких масс к делам управления государством, сохраняют свое значение и востребованы поныне. Опираясь на европейский опыт, лидеры Алаш смело выдвигали принципы демократического, правового, светского, социального государства. В национальной газете «Казах» через короткий опыт парламентизма и многотрудную практику защиты народных интересов в страшном 1916 году сформировался замысел и развернулась масштабная деятельность по созданию общенациональной партии как наиболее подходящего инструмента консолидации. В завершении хочу сказать, что изучение прогрессивных идей движения Алаш, героическое стремление наших предков самостоятельности, независимости, сохранение самобытности являются широкой интеллектуальной и эмоциональной основой для использования исторического опыта формирования личности гражданина и патриота Республики Казахстан. Спасибо за внимание. В составе нового российского государства были предприняты национальной казахской интеллигенцией. Одной из главных задач своей деятельности она считала не только сохранение национальной самобытности казахского народа, но и воссоздание исторического прошлого и воспитание национальных чувств. Именно интеллигенция состояла в 12-й авангарде борьбы народа с колониальным гнетом. Среди видных представителей казахской интеллигенции был и Алихан Бөкейханов. Алихан Нурмухамедулы Бөкейханов. Мүмкіндігін әперіп, отандық тарихымыздың ақтаңдап кетерінің орнын толтырып болған оқиғалар мен құбылыстарға жаңа көзқарас тұрғысынан сараптау, тарихи шындықты зерделеп жария етіп отыратын ұлттық зиялы қызметі арқылы жүзеге асатын мәлімдер аумағына барлығы аңғарылады. Біріншіден, газет жалпы ұлттық газет болғандықтан мақсаты жері бөлшектеніп, елі бытырап жүрген қазақ халқының топтастырып, бір ортаға біріктіру болатындықтан ол атын енденіп қазақ аталды. Екіншіден, кітабы әдеби ғылыми айналымда қазақ атының өз аты аталмай, қырғыз атының келгендігін белгілі. Сондықтан туған халқының төл атын қайта оралту мақсатында қазақ зиялылары өз баспасөзін осылай. Қазақ халқының тағдыры қалай ерте түсініп, ел тарихында өлшеусіз із қалдырған өз елінің тәуелсіздігі үшін күресіп қалайда дербес мемлекет бола алатындығына имандай сенген, өзінің барлық саналы ғұмырын сол іске бағыттаған Әлихан Нұрмухамедұлы Бөкейханов еді. Ел тәуелсіздігін алар тұста есіме егемендікпен бірге аталған тарихи тұлғаға
қатысты бүгінде байыпты зерттеулер жасалып, тума талантқа қатысты ескерткіштер тұрғызылып жатыр. Тірі болсам хан баласында қазақтың хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген сенімде тұрып, сол жолда мерт болған ұлт көсемінің сан қырлылығы, білім нарлығы, ұлттың суығына тоңып, ыстығына күйуін айтып, таусылмас аңызға бергісіз. Бүгін Жезқазған технология және сервис колледжінде Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығы және тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына арналған тәуелсіздік тағылымы атты тақырыпта ғылыми тәжірибелік конференция өткізіліп жатыр. Яғни бұл конференцияға біздің колледжіміздің студенттері, бірінші, екінші курс студенттері белсене қатысуда. Жалпы конференцияның басты мақсаты осы Әлихан Бөкейхановтың өмірбаяны мен қызметі және де осындай саяси жолы туралы баяндалады. Әлихан Бөкейхановтың саяси қызметі және де оның өмірі жайлы баяндалып өткен болатын студенттердің мақалаларында. Әр студент өздерінің зерттеу жұмыстарын осы конференцияда қорғады. Және де бұл кезде айта кетерім, жалпы Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алғаннан бастап, осы Қазақстанның 20-30 жылдары өзінің басынан өткерген саяси қиын ахуалды кезеңдерін қазіргі таңда зерттеп, соның саяси бағасын беруге үлкен мүмкіндіктер туып жатыр. Яғни Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері осы мәселелердің барлығы түбегейлі зерттеліп жатыр. Және де осы өзіміздің бірінші президентіміз елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру мақаласы аясында осы Алаш партиясының қызметі және де оның бағдарламалары түбегейлі зерттеліп, соның барлығы қазіргі таңда осы жарыққа шығып жатыр. Сонымен қатар Әлихан Бөкейханов тек қана өзінің қара басын ғана ойламай, ұлтының өмірін, ұлтының болашағын ойлаған азаматтардың бірі. Сол себепті де біз Әлихан Бөкейхановты қазіргі өскелең ұрпаққа таныстыруға және де оның барлық өмірімен, саяси қызметімен, оның барлық істеген, осы қазақ елі үшін істеген барлық іс-әрекетін қазіргі ұрпаққа көрсету, бұл біздің басты мақсатымыз, парызымыз болып табылады. Сол себепті де осындай ғылыми тәжірибелік конференциялар болсын, және де осындай ұлы тұлғаларға арналған қандай да бір кештер, дөңгелек үстел пікірсайыстар болсын, бұндай тақырыпта өткізіліп тұру өте жақсы деп ойлаймын. Себебі қазіргі біздің болашақ ұрпақ осы кісілерді тану арқылы, кейін өзінің тарихын білу арқылы болашақта осындай іс-әрекеттерді жасайды деген сенімдеміз. Я считаю, что такие конференции очень полезны для молодежи. Мы часто проводим такие мероприятия. Сегодня у меня была тема идеи движения «Алаш и современность». Алихан Нурмухамедович Бөкейханов – видный общественный и государственный деятель, организатор и лидер Национально-демократической партии «Алаш», глава первого казахстанского национального правительства «Алаш-Орда». Алихан Бөкейханов всю свою сознательную жизнь посвятил борьбе за свободу и политическую самостоятельность казахского народа. Цель нашей конференции – раскрыть деятеля Алихана Бөкейханова, рассказать о нелегком пути к независимости Казахстана.